Сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Венера Жадгерқызы. Бүгінгі видеомызда жөтелді қалай тез басу әдісін айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңдар, достар. Мен міндетті түрде комментарияны қараймын, оқимын, жауаптар жазамын және сіздердің ойларыңызды біліп отырамын. Қазақша контентті қолдап жүріңдер. Бірінші, спирт аламыз 250 мл. Содан кейін секер 100 грамм. Осы екеуін алып араластырамыз. Араластырып қайнатамыз газге. Қайнаған сәтте, қайнағаннан кейін өшіріп тастайсыз. Дайын болған қоспаға марліні малып аласыз. Содан кейін оны ауырып жатқан адам денесіне басып қоясыз. Содан кейін үстіне пищевой пленка, яғни пленканы соны үстіне қоясыз. Содан кейін пледпен, көрпемен орап қоясыз. Осы әдісті қашан тамағы жөтелі басылғанша жасайсыз күнде. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңдар. Аман болыңдар, денсаулықтарың мықты болсын, сау болыңдар. Барлығы сен үшін, досым.